اللهم صل على محمد وآل محمد. Расымен барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Оны ғана мақтаймыз және одан жәрдем тілейміз. Сондай-ақ күнәларымыз үшін кешірім тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен Аллах Тағалаға сыйынамыз. Кімді ол тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Сондай-ақ жалғыз серігі жоқ Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне. Сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахым берекелерін тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяны дәрісіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, өткендегі тоқтаған жерімізден жалғастырамыз. Өткенде біз Кахф сүресіндегі кейбір аяттардың түсу себептері туралы айтып жатқан едік, және пайғамбарымыздың өмір баянындағы сөйлеп жатқан уақытымызда сол оқиғаларда қамтиды. Айтып кететін болсақ, өткендегі нәрседен қайталап кейбіреулер мүмкін болмаған шығар. Жалпы Меккенің жаңағы дөкейлері пайғамбарымыз саллаллаху қарсы, Құранға қарсы, исламға қарсы қастық ойластырып жүргендер. Жалпы пайғамбарымызды да, сахабаларды да хақ жолынан тайдыра алмағандықтан, хақтың өте күшті нәрсе екендігін жалпы көре білді, бірақ өздері сол хаққа иілмеді. Алайда Алланың орнына шайтанды дос тұтқандықтан, шайтан оларға тағы да басқа нәрселерді уәсуәс қылды. Сол уәсуәс қылған нәрселерінің бірі, олар Надыр ибн әл-Харис пен Уқба ибн Әби Мұғайт деген екі кісіні юдейлерге жібереді. Меккелік кезеңдегі юдейлердің рөлі айқындалады. Кітап иелеріне барып, сендер енді жалпы кітап иелеріміз дейсіңдер, бізбен кейде пайғамбарлық туралы, тағы да басқа туралы нәрселерді сөйлеген кездеріңіз бар. Біз мына Мұхаммедті тоқтатамай қойдық, саллаллаху алейхи вассалам. Соған қандай ақыл айтасыңдар, не істейсіңдер деген кезде, жалпы ең бірінші орында юдейлер сол жерде сынаққа ұшырады. Өйткені Аллах Тағала көруші, естуші. Пайғамбарлықтың 5-ші жылы тақаған уақыт осы болып жатқан нәрсе. 5 жыл юдейлер пайғамбарымызға жауап берудің орнына үнсіз отырды. Аллазина атайнахумул китаба яғрифунаху кама яғрифуна абнаахум дейді Алла Тағала Құранда. Әлгі өздеріне кітап берілгендер бұл Мұхаммедті өз балаларын қалай таныса, оны да Аллахтың елшісі екендігін солай таниды дейді. Бұл Алланың сөзі. Ва инна фариқу минхум ла яктумунал хаққа ва хум я'ламун. Олардың бір тобы осы ақиқатты жасырып жүр дейді. Және олар біледі жасырып жүргендерін. Жалпы олардың күтіп жүрген нәрсесі, осы мүшриктер сол Меккеде сол қарсыласқан бойы қарсыласып, тезірек аяқталса екен осы мәселе. Өлтіріп тынса екен, немесе құртып тынса екен деген сол нәрсеге қош көріп көңілдері солай отырған адамдар еді. Жалпы олардың бір тобы дегенде негізі басым көпшілігі, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзі тірісінде нақты иман келтірген ол Абдулла ибн Сәләм еді. Солардың іштерінен сіз Тәуратта барсыз, Алла Тағала сіздің сипаттарыңызды білдірген, мен мойындаймын деген кезде күллі юдейлер ол кісіден бас тартқан еді. Сол күнге дейін оны ішіміздегі ең жақсымыз, жақсымыздың баласы, жақсымыздың немересі деп жүрген еді. Алайда пайғамбарымызды мойындағаннан кейін Абдулла ибн Сәләмді олар ішіміздегі ең нашары, нашардың баласы, нашардың немересі деп жаңағы осындай баға берген. Абдулла ибн Сәләмнің өзіне жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар айтқанда ешбір адамға үйтіп айтпаушы еді дейді. Пайғамбарымыз жалғыз Абдулла ибн Сәләмға ғана айтқан. Біріншіден бұл шын мәнінде оның шынайы иман иесі екендігі, пайғамбарлардың тізбегін сақтағандығы, кітаптарға деген тізбекті сақтағандығы үшін. Екіншіден басқа да юдейлер сол нәрсеге ойланып тәубаларына келе ме деген жаңағы ыммен пайғамбарымыз қазір сендердің қастарыңа жәннаттық бір адам келеді деп тірі кезінде солай айтады. Сонда Абдулла ибн Сәләм келе жатады дейді.
Міне сондықтан қалғандардың барлығы жалтарды. Міне сол секілді жаңа мүшіріктерге айтқан сөзі де мынандай ұсыныс жасайды олар. Сендер одан барып мынандай нәрселерді сұраңдар. Үңгірдегі жасөспірімдер туралы сұраңдар, Зүлқарнайын туралы сұраңдар, және де жаңа рух туралы сұраңдар. Егер де осы нәрселерге жауап бере алса, онда ол пайғамбар, сөз жоқ. Ол өз дегеніне жетеді дегендей қылады. Егер де бұл сұрақтарға жауап бере алмаса, онда не ойласаңдар, соны ойлаңдар да, не істесеңдер, соны істеңдер дейді онымен. Кітап иелерінің Мұсаға деген иманы осындай күпірлікпен аяқталды. Мұсаның аманатын Иса пайғамбардың аманатына сақтық қылмады. Міне сондықтан әрине мүшриктер де бұл нәрсені түсіне бермейді. Әйтеуір әркім өзі бір дүниелік мақсат үшін өмір сүріп жүрген сияқты. Сөйтіп олар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, осындай үш нәрсені сұрағымыз бар біздің саған. Егер осы нәрсеге жауап бере алсаң, онда сен рас пайғамбарсың. Егер жауап бере алмасаң, онда сен өтірікшісің дегендей нәрселерді айтады. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әдеттегідей өзіне уахи түсіп жатқан кезде жауап береді. Оларға осы нәрседе де мен сендерге жауап беремін ертең бұған қатысты. Яғни Жибрил келген кезде Жибрилден сұрап, Алла Тағаладан өтініп, осылай істейміз дегендей бір ойда болады. Алайда Аллах Тағала бұны 15 күнге кешіктірді дейді тәпсір кітаптарында. Яғни бұл жерде көрсеткісі келгені Аллах Тағаланың нені түсіретіні Мұхаммед пайғамбар да, сахабалар да шешпейді. Оны Жибрил де шеше алмайды. Осы күнге дейін түсіп келе жатқан аяттардың өздері, уахидің барлығы, ол тек қана Аллах Тағаланың әмірімен, Аллах Тағала қалаған уақытта, Аллах Тағала қалаған сәтте түсіп келген. Міне сол қағиданы бір жағынан мұсылмандардың өзінің иманына да осындай бір тәрбие жасайды. Яғни сендер ойлағандай бола бермейді деген нәрсені. Міне сол Кахф сүресінде осындай мағыналар айтылады. Жаңағы үш нәрсе туралы Аллах Тағала Кахф сүресінде осы мағыналарды, оқиғаларды түсіреді, баяндап береді. 15 күннен кейін тәпсір кітаптарында айтылғандай. Сонымен олар ол уақытта олар да өздерінше болып жүреді. Түспей жатыр ғой, білмейді. Түспей жатыр ғой, білмейді. Ан жақта иудейлер де хабар алып отыр, олар да қуанысып жатыр. Аллах Тағала қалады бұл оқиғаны түсіруді. Бірақ өзі қалаған уақытта. Үңгірдегі жаңағы жасөспірімдер туралы осы Кахф сүресінде баяндалады. Алғашқы аяттарының мағынасында жалпы Алла Тағала бір жасөспірімдерді осы жерде оқиға алады. Бұларды фитиятун деп атайды, жасөспірімдер. Мектеп жасындағы қазір. Аллах Тағала иманды кімге қаласа соған береді. Бір үлкен елде, үлкен патшаның қарамағында Алла Тағала бұл нәрселерді баяндамайды, өйткені бұны ғибрат қылмайды бізге. Бір үлкен елде, бір үлкен патшаның қарамағында көп санды халық өмір сүріп жатады. Өркениеттерін құрған, өздерінің жаңа дүние тіршілігін өмір сүріп жатқан, бірақ Алладан өзге нәрселерге сыйынып жатқан. Сол қоғамның ішінде Алла Тағала бір санаулы жасөспірімдер, Ибн Аббас радиаллаху анхудың айтуы бойынша бір жетеу дейді саны. Егер сол кісінің сөзіне негізделсек, 7 жасөспірім жігіт. Мектеп жасында балаларды елестетіп көріңіздер, сол 14-15 жастағы балалар. Осылардың жүрегіне Алла Тағала иманды салады. Ізденісте Алладан басқа тәңір жоқ. Халқымыздың істеп жатқан нәрсесі дұрыс емес. Алладан өзге нәрселерге сыйынып жүр. Тәпсір кітаптарының мазмұнында айтылатын жаңағы тоқталатын болсақ, үлкен мейрам жасалады. Бұларда сол мүсіндеріне арналған, Алладан басқа жаңағы Құдай тұтқан нәрселеріне арналған, соларға сыйынып, дәріптеп үлкен мейрам жасап жатқан кезде жаңағы жетеуінің біреуі далаға шығып кетеді. Сөйтіп бір ағаштың қасына келіп отырады дейді. Мынау дұрыс емес қой. Алладан басқа тәңір жоқ. Бір кезде екінші жігіт келеді, жасөспірім. Бір кезде тағы біреу келеді, бір кезде тағы біреу келеді. Жаңағындай жетеу енді дейік. Жетеу ағаштың қасына жиналады да бір-бірінен сұрайды дейді сол кезде. Сөзсіз сендердің барлықтарымызды біздің қазір осындай уақытта, осындай мейрамда әркімді бір себеп алып шықты. Әркім өзінің себебін айтсын деп себептерін айтқанда, күллісінің себебі Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзге тоқтайды. Олай болса біз осы хаққа сенген болсақ, онда біз бұл хақты айту керекпіз халқымызға дейді. Ойлаңыз, қаншама халық, әскер, патша, қаншалаған нәрсе мүсінге сыйынып жатқан мысалы. Жаңа жетеуін елестетіп көріңіз енді. Сарайға кіріп осы оқиғаны жаңағы осылар айтады осы нәрсені. Өйткені олар сендер неге шығып кетесіңдер, неге қатыспайсыңдар деген жаңа нәрселер жасайды оларға. Сосын олар себеп мынау дейді.
Біз Алладан басқаны мойындамаймыз. Сөйтіп олар әдеттегідей бұндай сөзді сөйлейтіндерге ләнухриjannakum min ardina, біз сендерді елден қуып шығамыз, ау ла таудунна фи миллатина, немесе әлбетте біздің жолымызға қайтасыңдар. Сол кезде жаңағы иман сынаққа кетеді. Өздері азғантай, анасан көп, бірақ хақ кірді жүрекке, хақ билеп жатыр. Хақ өзінікі қылды да бұл жүректерді. Бұл жүректің иелері қазір сол уақыттағы сол елдегі жаңағы Алланы мойындайтындар. Міне сонда Алла Тағала солар жайында айтады: Аузубиллахи минаш шайтанир раджим, нахну нақуссу алейка набаахум бил хаққи. Ей пайғамбар, біз саған ол өңірдегі жасөспірімдердің хабарларын ақиқатпен хабарлаймыз. Бізден басқа ешкім білмейді дейді оны қазір. Дәл қазір сол уақытта оны ешкім білмейді. Сен бірінші білушісің. Міне біз саған қиссалап береміз қазір олар жайында. Бірінші айтылатын ақиқат, мына жерде көңіл бөліңіздер, кез келген бір тарихта болған оқиғаның пайда беретін алуан қырлары болады. Көп ғибрат. Алайда Алла Тағала кейбір қиссаны, оқиғаны баяндағанда белгілі бір қырларынан әкеледі тек. Ол қырлары дәл сол уақытта сахабалардың басынан өтіп жатқан қиыншылыққа сәйкес болған. Иннакум фитиятун, сөзсіз олар жасөспірімдер дейді. Аману би раббихим, өздерінің раббыларын мойындап иман келтірді. Вазиднахум худа, сол имандарының негізінде олардың бойларында, ұстанымдарында тура жолдарын арттырдық дейді. Яғни күннен күнге олар ла илаха илlallah деген сөздің талаптарын істерінде, жүріс-тұрысында, тілінде, ойында күннен күнге қосылып жатты дейді. Варабатна аля қулубихим, әрқайсының жүрегін Аллаға деген иманмен байлап тастадық дейді. Қараңыз, шешілмейді енді. Сондай-ақ жетеу болса сан егер, жетеуінің жүрегінде осы иманның негізінде бір-біріне байлап тастадық дейді. Шешілмейтіндей. Исқому, содан жаңағы халық неге сөйтіп жатсыңдар деген кезде сөйлейді ғой оларға. Фақолу роббуна, біздің Раббамыз, жаңа жасөспірімдер күллі халыққа сөйлеп жатыр, патшасымен бірге. Біздің Раббымыз көктер мен жердің Раббысы. Пәрменді сөз қандай кетті. Біздің Раббымыз деген сөздің өзі қайда жатыр. Өйткені олардікі болмайтын нәрселер, мүсіндер неше түрлі. Біздің Раббымыз, ол көктер мен жердің Раббысы. Сосын өздерінің принциптарын баяндайды. Лән надуа мин дунихи илахан, одан өзге Тәңірге біз сыйынбаймыз. Ашық. Олардың барлығы, олар әдетте Алла Тағала өзі айтқандай, иза зукираллаху вахдаху, қашан Алла Тағала жалғыз деп айтылса, ишма аззат қулубул лазина ла юминуна бил ахира, ақыретке иман келтірмейтіндердің денелері тітіркенеді дейді ол сөзден. Көтере алмайды дейді. Ва иза зукирал лазина мин дунихи, ал енді Алладан өзгелерді айтылатын болса, файзахум ястабширун, онда олар қуанысады дейді. Міне енді жөнге қып қалдың ғой дегендей. Аллах Тағала хақ болғаннан кейін хақты сөйлеп жатыр жасөспірімдер. Егер де біз сендер айтқандай нәрсені айтатын болсақ, лақад қулна иза шатата, онда біз Алланың атынан, Алланың хақына қатысты өтірікті шатып сөйлегендерден боламыз дейді. Не сөйтіп, бұларды олар қуады, енді біз сендерге көрсетеміз. Сәл тұра тұрыңдар, біз сендермен істемейтін нәрселерімізді істейміз әлі. Олар далаға шығып кетеді, бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Хаулай қаумына, бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Міне мынау біздің қауымымыз. Иттахазу мин дунихи алихатан, Алладан өзге тәңірлерді тұтып алған құдай қып. Лаула яатуна алейхим би султанин байин, тіпті сол өздерінің ұстанып жүрген діндеріне айқын бір дәлел алып келсе еді ғой дейді. Дәлел әкеле алмады олар. Жаңағы сөз, бірақ сөз сөйледі олар. Раббымыз көктер мен жердің Раббысы, Алладан өзге тәңірге біз сыйынбаймыз деген ештеңке жауап қайтара алмай қалды. Фаман азламу мимман ифтара алаллахи казиба. Алла Тағаланың атынан, Алла Тағаланың хақысына қатысты өтірік сөйлеген адамнан залымырақ адам бар ма дейді. Әділеттіліктің өзегін осылай көрсетті олар. Әділеттілік Алланың хақысына қатысты сөзден басталады. Сөйтіп енді қауымынан жапа шегейін деп тұрған кез, сахабаларды бұл уақытта өте қатты азапталып отқан уақыттары,
күннен күнге азап күшейіп жатыр. Әрқайсысын ойына келген азаппен азаптап жатқан кез еді. Тек қана кім біреудің қамқорлығында болса, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талиб көкесінің қамқорлығында болды. Абу Бакр мысалы айтайық, жаңағы Бәну Тайм өзінің руының қамқорлығында болды. Осындай бір өзінің руы қамқорлыққа алған бір адамдар болмаса, басқалардың бәріне далаға шығарып алады да таңертеңнен кешке дейін азаптайды. Бұл өте үлкен бейнет болған. Бұл иманның жолы солай басталған, құрметті жамағат. Дәл осы жағдайда Алла Тағала оларға келесі кезеңге өткізуді қалады. Қандай кезең деген кезде, тыңдайық, нені ишарат қылып отыр Алла Тағала. Ва изиғтазалтумухум, сөйтіп жаңағылардың көкейіне салады Алла Тағала, іштеріне біреуін сөйлетеді, көкейіне салып отыр. Ақыры енді біз қауымымыздан иман тұрғысынан, жүрек тұрғысынан, ойымыз тұрғысынан, бойымыз тұрғысынан, яғни бойдағы амалдар, жүріс-тұрыс ажыраған екенбіз. Қараңыздар. Ва ма яъбудуна иллаллаха, сондай-ақ Алладан өзге сыйынып жатқан нәрселерінен біздің ойымыз, пікіріміз, иманымыз, жүрегіміз, жүріс-тұрысымыз, ісіміз, мінезіміз күллісі ажыраған екен. Фау илал кахфи, олай болса үңгірге қарай денелерімізді де ажыратайық дейді. Яғни көшу, қоныс аудару, жаңағы қаладан қаланың шетіндегі бір үңгірге барып, сол үңгірді паналайық. Біз толық ажырайық. Азап кеп қалса, біз иманмен қалай ажырадық, енді біздің денемізде олардан ажырасын дегендей нәрсені. Осы міне Кахф деп аталатын себебі сол осы сүренің. Кахф деген сол үңгір. Сол үңгірге көшіп кеткен кезде, Яншурлакум роббукум мир рахматихи, Раббыларың өз рахмынан сендерге молынан жақсылықтар жасайды. Яғни Аллаға қарай көш, Алланы пана тұт, сөйтіп Алла Тағаланың рахымына кіресің. Ва юхайи лакум мин амрикум мирфақа, сондай-ақ сендердің осы істеріңе қатысты Раббыларың бір қолдау жасап берсін дейді, әзірлеп берсін деген. Содан ең бірінші оларға берілген нәрсе бұйрық Алла Тағала тарапынан үңгірге барып кіру. Сол үңгірге барып кіреді олар. Өткенде айтылды, сол үңгірдің ішінде бір күндер өтеді, сонымен ұйықтайды. Сол ұйықтағаннан Алла Тағала оларды 309 жылға ұйықтатып тастайды. Алла Тағала құдіретін көрсетеді. Оянған кезде олар сол бір ұйқыдан тұрған деп ойланды, алайда 3 ғасыр ауысып кеткен. Мына жақта бәленбай патша ауысып кеткен, бәле ақшалар ауысып кеткен, жағдайлар ауысып кеткен күллісі. Содан өткенде біз айттық, олардың үңгірдегі жатқан кездері қандай болған, Алла Тағаланың өзі ана рахмын алғаннан кейін өткенде айттық қой біз. Ұйықтатқан кезде де оңға бір аунатып алатынбыз, солға бір аунатып алатынбыз. Олар маған өзін тапсырғаннан кейін, олардың денелеріне бір зиян тиіп кетпеуді 309 жыл бойы мен өз қолыма алдым дейді. Олар тек ұйықтайды. Қалғанын аталас дейді. Күн мына жақтан шығады, бір жарықты жылуды былай беріп кетеді, бірақ ішіне қарай қыздыруға түспейді. Үңгірдің аузы былай тұрса, күн былай шығады, сосын былай батады. Күннен қажетті нәрсе жетеді оларға. Міне бұның бәрін Алла Тағала істеп 309 жыл ұйықтатып, жаңағы өздерінің қорыққан патшалары да, әскерлері де жоқ тұрса, ауысып кеткен деген нәрселер. Одан біз айттық, олардың жаңағы Алла Тағала олардың сырларын ашты ғой. 309 жылдан кейін тұрғызып, жаңағы біреуі қарындары ашып, содан қалталарында бір жаңағы күміс ақшалар бар екен, біреуімізді жіберейік, барып бір жақсы тағам алып келсін дейді. Қараңыз, ұйықтан тұрған кезде тағамның тазасын алып келсін дегені, бағана айтты Алла Тағала, бұлардың тура жолын арттырдық деп. Енді күллі нәрседен қосып бердік. Жесе де таза жейді бұлар, жүрсе де таза жүреді деген нәрселер. Сонымен ана жаққа барып ақшасын ұсынып жатса, мынау қайдан келген ақша деп ана жақта, мыналар бір қазына тауып алған ғой деп, олар білмейді оны. Сонымен арттарына қуалап барып, жаңағы базарға шыққан жігіт үңгірге қайта кіріп, олар кіре алмайды. Сонымен олар ішінде Алла Тағала қайтадан ұйықтатып, сөзде өздеріне белгіленген өлім келеді. Міне сол кездегі жаңағы тауып алған адамдарға қарасаңыздар, адамдар көбінесе кез келген оқиғаны Алламен байланыстырмайтыны туралы айтылды. Өйткені олар не деді? Міне қараңыздар, фақулу ибну алейхим буньянан. Олардың бір тобы айтты, таңғалысып мына нәрсеге. Мынау керемет қой деген нәрсе. Өйткені анау базарға барған кезде Диқиянус деген патша болған дейді, тәфсір кітаптарында.
біз мынау сол ақша ғой, патша деген нәрсе келген кезде ол патшаның өтіп кеткеніне қайда, мына жақта 309 жыл өтіп кеткен. Соны таң қалысы олар сол жердегі жеткен нәрселері мына жігіттердің осы үңгірлерінің аузына кесене тұрғызайық дейді. Бар ғибрат осы болды. Екіншілер айтты, ал енді тіпті әсірелеп кеткендер олар айтты дейді, мыналардың үстіне бір мешіт тұрғызайық деп. Ешқашан оқиғада бір тұлғаның жақсы қасиеттері айтылса, ешқашан тұлғамен байланбайсың. Тек оның жақсы қасиеттері бойында болса соны. Алламен байланыстырылады кез келген нәрсе. Не сөйтіп сахабаларға бұл жерде ишарат берілді көшу жайында. Пайғамбарымыз түсінді бұны. Зумар сүресінде тағы қосымша аяттар түседі, жаңағыдай ва ардуллахи васиға лиллазина ахсану фи хазихи дуния хасана. Менің тәртібіммен жүріп, бұйырғанымдай жақсы істеп жүрген құлдарыма бұл дүниеде де жақсылықтарым бар дейді. Сосын ол дайындап тұрған жақсылығым қазір, дәл қазір Меккеде емес дейді Алла Тағала. Қараңыз. Оны Эфиопия деген жерде дайындап қойдым дейді. Соқтан келесі сөзінде айтады, ва ардуллахи васиға. Алланың жері кең. Қандай сынақ кетті? Туған жерде дін ұстай алмай күнде ұрылып атқаннан кейін туған жерден көшу деген сынақта келді Алла Тағала. Өйткені аяттың соңында айтады, иннама юаффас собируна ажрахум биғайри хисаб. Сөзсіз сабырлылар, осындай қиын жағдайларда сабыр еткендердің сыйақысын Алла Тағала есепсіз береді дейді. Сан жоқ дейді өзде. Не бұл оқиға, құрметті жамағат, бірінші мәселе, пайғамбарымыз осы нәрсені түсінгеннен кейін сахабаларға айтады. Абу Салама радиаллаху анху айтады, жағдай өте қиындап кеткеннен кейін Меккеде дінімізді ұстану, дініміздің нормаларын ұстану мүлде қиын болып кеткендіктен, және де күніге азапталып жатқандықтан, бейнет шегіп жатқаннан кейін, пайғамбарымыз жәрдем бере алмағаннан кейін бұл нәрселерден Алла Тағаланың әмірін былай жеткізіледі бізге. Сендер Эфиопия деген жерге көшіп кетсеңдер, қоныс аудара тұрсаңдар дейді. Бұл көшу негізі қоныс аудара тұру. Толыққанды қоныс аудару емес. Қоныс аудара тұру. Алла Тағаланың жәрдемі келген күнге дейін. Эфиопияға деген хижраттың несі мақсаты сол болған. Яғни сендер қоныс аудара тұрсаңдар, сондай-ақ ол жердегі патша әділетті патша дейді. Пайғамбарымыздың таңдағаны, өйткені Аллах Тағаланың елшісі біледі. Алла Тағала өз Құранда айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, Маида сүресінде, ла таджиданна aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Иман келтіргендерге сүйіспеншілігі жағынан, симпатиясы жағынан көп жақын келетіндер ол әлгі біз насараларымыз ғой дегендер дейді. Залика би анна минхум қиссисина ва рухбана. Өйткені олардың іштерінде ақыретті дүниеден жоғары қойған, бірақ өздерінің діндерінің негізінде ақыретті жоғары қойған монахтары, жаңағыдай, мысалы, священник деген нәрселер, мысалы, сондайлары бар дейді. Тағы бір қасиеті ва аннахум ла ястакбирун. Олар тәкаппарланбайды дейді ешқашан. Біреулермен мәміледе. Сол нәрселерді негізге алып, Әл-Хабаши Эфиопия жеріндегі патша насара, христиандар. Айналасында олардың бәрі насаралықтар, олардың бәрі қара нәсілдер, сол жақта жүргендер. Сонда пайғамбарымыз салам жағдайды біліп отыр, сол жақты таңдады. Сол жаққа қоныс аудара тұрсаңдар дейді. Өйткені бұл кітап иелері болған кезде де әлі бір 5 ғасыр уақыт өткен, көп болса 5,5 ғасыр уақыт өткен Иса келгеннен кейінгі. Олар сол осы себептерін, осындай жағдайларын жақсырақ білген пайғамбарымыз салам оларға сол Эфиопияны сілтеді. Міне бұл нәрсеге келіп, қазір жалғастырамыз. Екінші оқиғаға келетін болсақ, құрметті жамағат. Олар жаңа сұраған кезде үңгірдегі жас өспірімдер туралы сұрады, еврейлер. Екінші Зүлқарнайын туралы, үшінші рух туралы. Алла Тағала екінші мәртеде Мұса мен Хидрдің оқиғасын сөйлеуді қалады. Бұл жерде өте үлкен ғибраттар жатыр, міне тыңдайық. Сахих хадистерде келгендей, жалпы Мұса бір құтпа айтып тұрған кезде, адамдардың біреуі сұрап қалған кезде дейді, жердің бетінде бүгін ең білімді кім деген кезде, Мұса пайғамбар болып тұрғандықтан, сол нәрсені негізге алғандықтан, Алланың шариғатын тек пайғамбар, Мұса пайғамбар сөйлеп жатқандықтан, мен деп адамдарға айтады.
Алайда пайғамбарға берілген білім ол бір білімі Алла Тағаланың. Әлі қаншалаған білімдер бар. Жердің бетінде күллі әлемде істеп жатқан. Пайғамбар тек қана Алланың өзіне берілген бір үлесін ғана істетіп жатыр. Содан Хидр деген есімі хадисте келген. Құранда Алла Тағала тек қана абдун, біздің бір құлымыз деген. Құранда өзіңіз қарасаңыз атын айтпауының себебі де ғибрат ол кісінің өзінде емес, оқиғада. Біз көбінесе жаңа тұлғамен байланыстырамыз да қайтарым пайдаланбағанлардан кетіп қаламыз. Сол білімді мен білгім келіп тұр. Білім іздеу деген кезде Мұса пайғамбардың ықыласын көрсетіп отыр Алла Тағала. Мен болдым, мен естіп алдым да, мен білу керекпін оны деген кездегі ықыласын тексерейік. Қараңыздар міне. Ва исқоля Муса. Сол кезде Мұса айтқан еді, лифатаху, өзінің қасындағы қызметші балаға. Бұл Юшақ ибн Нун деп пайғамбарымыз түсіндірген. Юшақ ибн Нун. Мұсадан кейін жаңа пайғамбар болады. Сол Юшақ ибн Нун қасындағы жасөспірім бала. Соны ертіп жүреді. Сөйтіп өздерімен бірге балық алады. Ол балық жаңағы олар тұздап алған деп келген тәпсір кітаптарында, жолда қарнымыз ашқан кезде жейміз деп. Мұса бұны қызметшісіне айтпайды, өйткені Мұсаға Аллах Тағала уахи еткенде сол балығың жоғалған жерде жолығасың деген хадисте. Балығың қай жерде жоғалады, сол жерде жолығасың жаңағы менің құлыммен дейді. Сөйтіп Мұса айтады қызметші балаға жаңа қасындағы: «Ла абруху хатта аблуға маджмағал бахрейни ау амдия хукуба». Мен енді тыным таппаймын дейді. Екі теңіздің жолығатын жеріне, шығанақ. Екі теңіздің жаңағы жолығатын жеріне мен бармайынша, сол жерге жетпейінше мен тыным таппаймын. Мен бара беремін, іздеймін, табамын ол кісіні. Жолығамын ол кісіге. Тіпті бұған бірнеше жылдар кетсе де дейді. Сөйтіп екеуі сапар шегіп кетеді. Фәләммә балаға маджмаға бәйнихима. Сөйтіп олар сол екі теңіздің қосылатын жеріне жеткен кезде насия хутахума. Балықтарын ұмытып кетеді дейді. Фаттахаза сабилаху фил бахри сараба. Жаңағы балық суға түсіп кеткен кезде Алла Тағала айтады, теңізді жарып жүзіп кетіп бара жатыр дейді. Оны балықты өйтіп жүздірмейді, оны үлкен кит сияқты нелер болмаса да кішкентай балық. Ерекше сондай бір нәрсе жасаған Алла Тағала теңізді қақ жарып жүзіп кетіп бара жатыр дейді балық. Тіріліп кеткен Алла Тағаланың қалауымен. Екеуі ол жерден өтіп кетеді. Сөйтіп дәл кездесетін жерден өтіп кетеді, балық мына жақта кетіп қалды. Мұса білмейді әлі балықтың жоғалып кеткенін. Ол жаңағы қызметшісіне тапсырып қойған, Юшаққа. Сөйтіп екеуі ол арадан асып кеткен кезде, өтіп кетті ғой мына жақтан. Асып кеткен кезде Мұса жаңағы қызметшісіне айтты дейді: «Атина ғадаана». Жаңағы түскі тамағымыз қайда? Алып кеш. «Лақад лақина мин сафарина хаза насаба». Біз бұл сапарымызда қатты болдырдық қой, бір тамақтанып қуаттанып алайық деді дейді. Ол бала оны жоғалтып алғанын біледі, бірақ ұялып айта алмай тұрған. Содан айтады: «Қола арайта из ауайна иля сахрати». Біз жаңа ана тастың үстінде бір демалған едік қой дейді, екі теңіздің жолығатын жерінде. Тастың үстінде жатқан кезімізде, білсеңіз еді, сол жерде біз жатқан кезде жаңа балық суға қарай сырғып кеткен еді дейді. Мен ұмытып кеттім дейді оны, балықты. «Вама ансанихи илля шайтану». Оны маған ұмыттырған тек шайтан ғана ғой дейді. «Ваттахаза сабилаху фил бахри ғажаба». Ол балық ғажап бір түрде суға жол ұстап кетті дейді. Яғни жарып бара жатқан кезде уақыты. Сонда Мұса бағанағы Алла Тағаланың өзіне білдіргені, соны күтіп тұр ғой ол негізі. Балық қай жерде жоғалады? Ол айтты, балық жаңа біз өтіп кеттік, сол жақта жоғалып кетті деген кезде, сол ғой біздің іздеп жүрген нәрсеміз деп Мұса сол жерде айтады. Міне, мынау «Қола залика ма кунна набғи». Осы ғой біздің іздеп таба алмай жүрген орнымыз. «Фартадда аля асарихи ма қасаса». Екеуі бірден сол жерге қарай кері қайтты дейді. Екеуі сол жерге кері қайтып келген кезде «Фаваджада абдан мин ғибадина». Біздің құлдарымыздан, мына сөзге көп көңіл бөліңіздер, Алла Тағаланың әмірімен істеп жатқан, мысалы, қаншама құлдар, періштелер, мысалы, біздің құлдарымыздың біреуіне жолықты дейді. Түсіндіңіздер ғой? Ана бұндай шаруалар істеп жүргендер көп деп отыр. Періштелер, тағы басқа түгел нәрсені айтып отыр. Бірақ Алла Тағала білімінен біздің сол құлдарымыздың біріне жолықты дейді екеуі, Мұса мен Юшақ. Ол құлымызға «Атайнаху рахматан мин индина». Өз қасымыздан біз рахымымызды сыйлаған едік дейді. «Уалламнаху мин ладунна илма». Сондай-ақ өз қасымыздан білім үйреткен едік дейді. Енді осы жерде де өз қасымыздан білім үйреткенде деген кезде бір ойлап қалуы мүмкін, бұда Мұсада жоқ білім, күллі білім жинап алған шығар деп.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи нәрсені бізге түсіндіріп кетіп отыр. Осы сөзді жаңағы Хидр айтты дейді оған. Кеменің үстіне жаңағы екеуі қайықтың үстіне отырған кезде бір торғай келіп қайықтың жаңағы жағалауында бүйтіп арқасына. Сөйтіп жаңағы толқып атқан судан бір шоқып су алады. Сонда жаңағы Хидр айтады: Аллах Тағаланың екеумізге берген білімі дейді, Алланың күллі білімінің қасында мына торғайдың алған тамшысына ұқсайды дейді. Хидр кімді дәріптеп отыр? Алламен байланып, сол байланған бетінде қалу керек адам. Алладан басқа бір жаққа қарай байланып кетпеу керек. Бір нәрсеге қызығып, бір мұжизаға қызығып деген нәрсе. Сонда Хидр айтады: ей Мұса, Алла Тағала саған өз білімінен сондай бір білім үйретті. Естерімізде сақтап алайық. Саған өз білімінен бір білім үйретті. Менің хабарым жоқ дейді. Алланың маған берген білімінен сенің хабарың жоқ дейді. Пайғамбарлық. Бұл жерде түсінетін нәрсені, құрметті жамағат, мына оқиғадағы жаңағы түсінетін нәрсе. Алла Тағаланың бізден қалаған нәрсесі бар. Ол не? Иман келтір. Бізден қалады. Біз бұны істеу керекпіз. 5 уақыт намазды оқы. Істеу керекпіз. Жаңағыдай ата-анаңды құрметте. Яғни шариғаттың күллі бүге-шөгесіне дейін ол Алла Тағаланың бізден қалағаны. Біз оны беру керекпіз. Сосын Алла Тағаланың бізге қалайтыны бар. Біз ойламаған жақтан. Ауру келіп қалады. Бақшаң жеміс бермей қалады. Неге болып отыр деген сұрақ туады ғой. Неге бақшам жеміс бермей қалды? Мен намаз оқып отырмын ғой. Соның сырын түсіндіреді Хидр. Бақшаның жеміс беріп жатқан бақшаның жеміс бермей қалуы сол жаңа Хидырдың істеп жүрген істерімен бірдей сол кездегі. Көрдіңіз бе? Алланың әмірін түсіндіру үшін келтіргенде не қарайық енді тыңдайық. Қол лаку Муса хал аттабиғука ала ан туаллимани мимма уллимта рушда. Мен сізге ілессем бола ма? Өзіңе үйретілген парасаттылықтан маған да үйретсеңіз деп өтінемін. Қола. Хидр айтты дейді: расында сен лән тастатиға мағия сабра. Сен менімен бірге сабыр ете алмайсың дейді. Мен істеп жатқан істің бәрі ерсі көрінеді қазір. Сен түсінбейсің, сен сабыр ете алмайсың. Сенің істеп жүрген нәрсеңді мен түсінбеймін дейді. Халыққа түсіндіріп жатқан кезде, көрдіңіз ба? Сосын айтады Хидр оған: ва кайфа тасбиру ала ма лам тухит биhi хубра. Хабарың жоқ нәрседе қалайша менің қасымда жүріп сабыр етесің дейді. Қола. Мұса айтады: сатаджидуни иншааллаху сабиран. Алла қаласа мені төзімдіден, сабырлардан табарсыз. Вала ақси лака амра. Мен сіздің ісіңізге тілазарлық қылмаймын, қасыңызға ерейін. Қола. Сол кезде жаңа Хидр айтады: фа иниттабаатани, егер де сен маған еретін болсаң, фала тасални ан шейин. Еш нәрсе сұрама менен. Мына жерде сахабаларға сабақ кетіп жатыр. Пайғамбарға ердің ба? Сұрай берме, басын қатыра берме. Бір мысал келтіріп кетейік. Тадруна мал муслим деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: білесіңдер ме мұсылман деген кім? Бізге қазір ондай сұрақ қойылса, біз айтып береміз. Бірақ бізден жақсырақ білген сахабалар Аллаху ва расулуху а'лам дейді. Аллах және елшісі жақсырақ біледі дейді. Қараңыздар. Әл муслиму ман салима насу мин лисанихи ва ядихи. Мұсылман дегенім дейді. Енді оларда иман тұр, 5 уақыт намаз бар дейік, жаңағы оразасы бар. Бұның ешқайсысын сөйлемейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Негізгі атрибутын сөйлейді. Намаздардан кейінгі бойында бар ма, жоқ па, жиналған ба, жиналмаған ба, бәленбай жылдың стажында, мұсылмандық стажда. Ол не деген кезде адамдар дейді, оның тілі мен қолынан бейбіт болса, ол мұсылман дейді. Қараңыз қандай нәрсені айтады да. Одан кейін сұрайды: атадруна ман әл-муъмин. Білесіңдер ма? Муъмин деген кім? Біз айтар едік, ақидасы дұрыс адам деп мысалы. Олар айтады: біледі ғой күллі нәрсені. Аллаху ва расулуху а'лам. На нәрсе мұсылманның бойында қалыптаспай, ол алысқа бармаймыз біз. Аллах және елшісі жақсырақ біледі. Қарасаңыздар қандай нәрсе. Әбден піскен мынандай оқиғалардан алып жатыр олар сабақты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: ал-муъмину ман аминаху насу ала анфусихим ва амалихим. Муъмин дегеніміз ол сондай адам, қараңыздар, адамдар өздерінің жандары мен малдарын дейді тапсыра алады дейді оған. Ал керек болса. Иманның негіздерін атаған жоқ. Тағдырға иман келтіру, періштелерге, Аллаға жоқ. Адамдар өздерінің жандары мен малдарын оған тапсыра алады дейді. Еш қорықпастан.
Көрдіңіз бе, иманның өзегі қай жақта, құрметті жамағат. Жаңағы мұсылмандықтың өзегі қайда жатыр, имандылықтың өзегі қайда жатыр, міне. Жаңағы айтқымыз келгені, бұл екі хадисте айтқан себебіміз Аллах және елшісі жақсырақ біледі деген нәрсе. Сосын сабыр ету. Сонда сахабаларға күніге жаңағы азап, қиын сондай нәрсе келіп жатқан кезде, кезінде Мұсаның қауымына сондай нәрсе Перғауын тарапынан істелген кезде, олар Мұсаға не деді? Біз сен келгенге дейін жапа шегіп едік. Сен келгеннен кейін де зиян көп болып кетті. Сахабалар айтпайды олай. Хаббаб ибн Арт тек бір нәрседе ғана келіп айтты, Аллахтың елшісі, қай уақытқа дейін жалғасады мынау деді. Неге болып жатыр деген жоқ. Қай уақытқа дейін жалғасады. Адам бір сабырлығын өлшеп алғысы келеді. Төзе аламын ба, төзе алмайын ба дегендей нәрсе. Не сол нәрсе болып жатқан кезде істің жағдайына қарасам, Билал ұрылып жатыр. Сырттан қарасаң, жаман нәрсе болып жатыр Билалмен. Хидр ар жағын көрсетейін деп тұр. Бұл жаман нәрсе емес дейді. Бұл жақсылыққа апара жатқан жақсылықтың алғы шарты дейді. Мынау хижраның 5-ші жылы болса, енді Құдай қаласа 18 жылдан кейін Мекке ашылады. Пайғамбар саллаллаху анау Рим империясы мен Парс империясының елшілерін жіберіп жатыр исламды қабылдаңдар деп. Қараңдар. Сол нәрсенің күллісінің алғы шарты бүгін Меккеде осылай болу. Төзе білу, Алла үшін төзе білу да. Бұл арқылы ақиқатты жеңу мүмкін емес екендігін түрге көрсетті Алла Тағала. Мүмкін емес бұны жеңу. Сол ақиқатты ұстап бергендер жаңағы сахабалар. Осындай жағдайда өтіп жатқан кезде біз кейде мысалы ойымыздағындай қалаймыз. Мысалы жаңағы бақшаңыздың жеміс беруін қаладыңыз. Жеміс бермей қалды. Сыртқы нәрседен өзіңізге қарай көңіліңіз түсіп, онда сіз сыртпен қабылдап жатқан адамсыз. Бұл жерде иман жұмыс істеп жатыр деп айтылмайды. Алланың тағдырына разы болу деген нәрсе бұл жерде істеліп жатқан жоқ ол. Міне қараңыздар, енді сөйтіп Мұса пайғамбар жаңа кімге жолға ілесті. Егер сен маған ілесетін болсаң, шартымыз былай дейді. Сен менен еш нәрсе жайында сұрамайсың. Хатта ухдиса лака минху зикра. Мен өзім бастап саған айтпайынша. Яғни бір оқиға болды, Мұса қасымда жүрді, сосын өзім бастап айтпай сұрамайсың. Келістік деп Мұса шықты. Фанталақа. Екеуі де аттанды. Хидр өзінің жаңағы кезекті тапсырмасында. Оған дейін тапсырмаларын орындап жүрген еді, кезекті тапсырмасына Мұса келіп қалды. Серік болайын деп. Изароки бафис сафина. Сөйтіп екеуі бір қайыққа мінеді. Қайыққа мінгендері сол еді дейді. Хидр қайықты шұқып тесіп жатыр. Қайыққа теңізге шығып баратқан қайықты кім теседі оны? Батамыз ғой қазір. Не деп ойлауға болады жерде? Мұсаны түсінеміз біз осы жерде. Сонда Мұса мынаның қайықтың ішіндегілерді суға батырам деп тесіп атсың ба? Сен бір сорақ істеп қойдың дейді. Хидр оған қарап айтады, салмақты, ұстамды, Алланың тапсырмасын орындап жатыр ол. Алла Тағала солай істе деген оған. Ей Мұса, мен айтпадым ба саған? Сөзсіз сен менімен сабыр ете алмайсың қасымда жүруге. Менің қасымда сұрағы аз, сұрағы жоқ адам ғана ере алады. Мұса түсіне қояды. Мені кінәламаңыз. Мен ұмытып кеттім. Ұмытып кірісіп қойдым, араласып қойдым сізге. Мені қайта-қайта бұны маған айтып, неге бұлай істейсің деп қайта-қайта айтып, маған қиындық жасамаңыз. Жаңа кешірімді қабыл алыңыз. Жақсы фанталақа. Қайтаран екеуі келесі тапсырмаға аттанды. Хатта изалақия ғуламан фақоталаху. Сөйтіп Хидр келе жатты, арнайы тапсырмамен келе тұр ғой ол. Көрсетілген бір баланың қасына келді да, баланы сол жерде өлтіре салды. Алланың ісін түсіндіріп отыр. Алла істейді ол нәрселерді. Біреу өліп қапты, біреу бүйтіп қапты. Жаңада мысалы көрініп тұрған ауылдан көрінбей тұрған бұлт жақын дейді. Бір жаңбыр жауып кетті дегендей. Біз ойлағандай болмайды. Алланың әмірі. Соны түсіндіріп отыр. Сөйтіп жаңағы баланы өлтіріп қойған кезде қола aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin. Ешқандай қылмыс жасамаған, кінәсіз жанды неге өлтірдің сен? Laqad ji'ta shay'an nukra. Мүлде теріс істеп қойдың сен. Ей Хидр.
Қала әлем ақул ләка иннәка лән тастатиға мағия сабра. Мен саған айтпадым ба? Сөзсіз сен менімен сабыр ете алмайсың қасымда жүруге. Қала ин сәәлтука ан шейін. Мұса уәде беріп қояды нәжді. Егер де мен сенен бұдан кейін тағы бір нәрсе туралы сұрап қойсам, фәлә тусахибни. Болды, мені қасыңа ертпей-ақ қой. Осылай келсейік. Қада балахта милля дүнне ұзыра. Мен тарапымнан сылтауды көп естіп жібердің ғой дейді. Фанталақа хатта иза атая ахла қариятин. Екеуі келесі тапсырмаға кетіп келе жатыр. Сөйтіп бір ауылға келеді. Сол ауылға келген кезде истатғама. Қарындар ашып тұрғаннан кейін бізге тамақ бересіздер ма, қонақ қылып жібересіздер ма дейді. Ауылдың тұрғындары не істейді? Фаабау ай юдойифухума. Екеуін Хидр мен Мұсаны қонақ қылудан бас тартады. Жоқ, барыңдар дейді. Хидр осы жерде тағы бір тапсырманы үйретіп кетіп жатыр. Біз адамдардың көңілі үшін өмір сүрмейміз бұл өмірде. Біздің настроение деген нәрсені ұқпаймыз біз. Біз сұрадық берді, сұрадық бермеді. Ешқандай нәрсе әсер етпейді бізге. Біз өз жұмысымызды істей береміз дейді ары қарай. Көрдіңіз ба? Жаңағы жерде неге тамақ бермейді бұл ауылдың адамдары деген нәрселер, ондай нәрсе жоқ. Адамды таныған адамға ренжімейді ешқашан. Алланы таныған Алланы ренжітпейді. Қағида. Көрдіңіз ғой? Адамды таныдың ғой кім екен? Адамға ренжіме енді. Егер ренжісең, сен әлі адамды танымаған адамсың. Сондықтан екеуі тамақ сұраған кезде олар бас тартады, бұл екеуін қонақ қылуға дейді. Сөйтіп арғырай кетіп баратыр Хидр. Тапсырма белгілі. Фаваджада фиха жидаран. Сөйтіп сол ауылда бір құлап жатқан қабырғаны дуалды көрді дейді. Аллаға тапсырма берді. Мына дуалды көтер. Соған балсық дейлеп, жаңағы дуалды көтеріп, кәдімгідей қойып қояды. Ана бір жер алып, жерге фундамент салып қоймасаң біреуге алып кетеді деген нәрселер болды ғой бір. Сол сияқты бұл жер ешкімдікі емес, дуалды көреді де, ана жерде иесі бар екен ғой деп адамдар өте беру керек. Сөйтіп құлағалы тұрған бір дуалды көтеріп қояды дейді Хидр. Сол кезде Мұса шыдай алмай тағы бір айтып қалады. Қала лау ши'та латтахаста алейхи ажра. Ана адамдардың тамақ бермеуі оқиғасы міндетті түрде болу керек болған. Сіз ба? Анау тамақ бермегеннен кейін сен бұл елді жек көресің. Бұл елді жек көргеннен кейін бұл елде жақсылық істегің келмейді. Немесе істесең міндетсінесің. Не ақы сұрайсың? Соң айтады, мына дуалды көтердің, еңбегі ақалсың болады ғой енді. Сонда жаңағы кісі айтады, Хидр, хаза фирақу байни ва байника. Ей Мұса, міне екеуміздің ажырайтын уақытымыз келді. Осы жерде екеуміз ажыраймыз. Мен саған сен сабыр ете алмаған істердің сырын айтып берейін дейді. Ал енді сырын тыңдап шығайық. Әмма сафина, әлгі мен тесіп тастаған кеме. Сен бер жағынан қарадың дейді оны. Әрдайым Алла Тағаланың сізге бір жақсылық қалауы жағымсыз бейнеде келіп қалуы мүмкін, бірақ ар жағы қайырлы. Бұны тек мұсылман адам түсінуі мүмкін. Әлгі кемеге, қайыққа келетін болсақ, ол қайық міскіндердікі еді дейді. Бұл міскіндер сол қайықпен шығып, арна жағалаудан ана жағалауға адамдарын апарып тастап, сөйтіп бір еңбек ақы тауып, балығын аулап жолда өстіп бір жалғыз бір көлігі бұлардың. Бұдан ажырап қалса бұлар аттан қырылып қалады. Арғы жағалауға бұл кеме сау түрінде баратын болса, ол жақта бір патша тұр. Күллі жаңағы нені өзіне алып алған. Әрбір кеме келген сайын қараңдар дейді, ана қайығын қараңдар, кемесін қараңдар. Жақсы екен, бүтін екен десе, болды менікі бар ей дейді. Осындай бір патша тұр. Соны жаңа Хидр айтып жатыр. Осы міскіндердің кемесі қайық еді дейді ол. Олар теңізде сол қайықпен еңбек табады. Мен ол кемені зақымдауға қаладым дейді. Айып жасап қоюға. Патшаға ұнамай қаладым. Мынаны бересіңдер дейді. Вакана варааху малик. Оларда ар жақта бір патша күтіп тұр дейді. Яхузу кулля сафинатин ғасба. Кім келеді кемесін тартып алады да қуып жібереді болды. Жүрейін деп тұрған автобусын жүрмей қалуы, ұшайын деп тұрған ұшақ ұшпай қалуы. Біздің білмейміз. Біз қап қоятын болдың ғой деген аяқты жер тұрамыз. Біз қап қоятын болдың ғой деген. Сен білмейсің ғой. Алла біледі. Алла Тағала солай істейді. Өйткені оның қалағаны саған қайырлы да. Сенің қалаған, сен тек дүниенің бер жағын көресің ғой, ар жағын білмейсің. Біреуге мысалы мансап беріліп жатса да,
Сен мансаптың бер жағын көресің ғой, адамдар көріп жүрген жағын, бірақ оның ар жағы не болатынын білмейміз ғой. Сол сияқты істің бер жағын көру Алланы тануға жеткіліксіз, істің ар жағын көрмейінше деген нәрсе үшін бүгінгі сахабалардың қиналып атқаны ол емес негізгі нәрсе. Ол алғы шарт ертеңгі жақсылықтың. Сол нәрсені сахабалар жете түсіну үшін осы оқиғаны хабарлап жатыр. Хидр мен Мұсаның арасындағы оқиға Хидрдің өзін таныстыру үшін айтылмаған Құранда. Жаңағы сахабалардың жағдайына түсіп, жағдайды түсіну үшін түскен нәрсе де ол. Менің жағдайы осындай. Ал енді әлгі балаға келетін болсақ, өлтіріліп қойылған. Ол баланың ата-анасы мүмин еді. Фахошина ан юрхиқахума туғянан ва куфра. Бұл бала қазір секіріп ойнап жүр, доп ойнап жүр. Бірақ бұл бала ертең кәпір болып өлетінін біледі Алла Тағала. Кәпір болуымен қоса ата-анасына көп зиян жасап жіберетін бала болып өскелі тұр. Алла Тағала білімі қамтыған. Бұл баланы ата-анасы мүмин болғандықтан, қараңыз, бұл баланың жамандығын көрсетуді қаламады да өлім жібере салды. Енді қараңыз ар жақ. Фаарадна ан юбдилахума. Сондай-ақ Алла Тағала бұл баланың орнына жақында бұларға екеуіне басқа бір баланы айырбастап белгісі тұр дейді, қараңыз. Хойру минху. Одан хайырлы, одан да хайырлы. Закатан. Тазалықна, жан тазалығы тұрғысынан одан қанша хайырлы. Ақраба рухма, ата-анасына деген рахымы сондай жақын, керемет, басқа бір баланы айырбастап белгілі тұр. Олай болса біреуден бір баласы шетінеп кетсе, не деп айтылады мысалы? Алла, орнына бір жақсысын белгілі тұрған шығарсың деген нәрсе. Мына тағдырға, құрметті жамағат, тағдырға деген иманда анау тағдыр туралы көп сөйлеу емес. Оның ішіндегі бізге ең көмектесетін нәрсесі керегі. Ол амалы, тағдырға деген иманның. Ол амалдың ең қай жері деген кезде, басына қиыншылық түскен кезде, бірінші категория мұсылманның Алладан келгендігін білу. Біріншісі. Алла Тағала тарапынан келді, басыма түсті. Танудан басталады бірінші. Алламен байланыстырудан басталады. Ең бірінші осы нәрсе. Екінші, одан бара-бара сабырлық дегенге көтеріледі. Қиыншылық келген кезде сабырлы болу, өзіңді ұстай алу, төзімді болу, дұрыс сөз ғана шығу, әйтпесе үндемеу. Үшінші мәртебесі көтеріледі тағдырға деген иманның. Разы болу тағдырға. Бұл пайғамбарлардың, сахабалардың жолы. Разы болу деген. Мысалы, бақша жеміс бермей қалды деген кезде. Мысалы, сахабалардың бірнеше баласы болып, біреу шетінеп кетсе, олардың кез келген айтатын: Альхамдулилля, барлық мақтау Аллаға, біреуін алып көбін қалдырған дейді. Бір мүшесі жараланып, кесіліп қалатын болса, мысалы, Альхамдулилля, бір мүшемді алып қалғанын қалдырған дейді. Немесе кешегі шайқастардан кейін қаншама жаңағы ерлер қаза тауып, шахид кетіп атқан кездегі әйелдер сөзін естісеңіз сіз, Аллахтың елшісі аман ба деп сұрайды әйел адам. Ондай таңғаласыз. Күйеуіңіз қайтыс болды, әкеңіз қайтыс болды, балаңыз да қайтыс болды деген бір әйелге айтылған кезде аңсарлық мысалы. Пайғамбар тірі ме дейді? Иә дейді. Пайғамбар аман болса, біздің басымызға түскен қиыншылық түк емес қой дейді. Немесе балаларыңыз шахид болып кетті деген, Ханса деген Қадисия шайқасында айтқан, 4 баласы бірдей кеткен сол шайқаста. Альхамдулилля, үміт етем Аллаға, сол 4 баламен бірге өзінің рахымында мені жинасын деп дейді. Тағдырға иман деген осы жаққа қарай ұмтылу керексің. Ал енді анау ішіне кіріп, андай бір талас тартса, бос нәрсе оның бәрі. Сондықтан осы нәрселермен ана екінші қырын түсіне білу керекпіз. Жеміс бермей қалды ма? Алла, сондай аспан мен жер толы күнәларымды кешіргелі тұр екенсің ғой, кешіре көрші мені. Болды. Бір бақшан құрбан кетті, ақыретте күнәсіз келуің үшін. Соны да түсінбейсіңдер ма дейді бізге мысалы Құранда. Сондай нәрсе бар, құрметті жамағат. Сізге қаланып атқан нәрсе бірден тиген кезде нәпсіңізге жағымсыз болып көрінгенмен, егер Алланы танысаңыз, сіз расында сізде проблема жоқ.
проблеманы біз соны түсінбегеннен кейін өзіміз жасап, су әкел, дәрі әкел, жүрегім, давлениям деген нәрсені біз жасайтын оны. Болды. Ол біз сабыр ет деген сабырын істей алмадық, разы бол деген нәрсесін істей алмадық. Баласы өліп қалды. Сөйтіп олар хайырлысын тіледі, орнына Алла Тағала жақында жақсы бір баланы бергелдірек. Бұл балаға қатысты оқиғаның құпиясы. Ваммал жидару. Ал енді ана дуалға келетін болсақ, сен еңбекақысыз неге көтердің дедің ғой. Ол бір екі баланы кеді дейді. Ол дуал екі балаға тиесілі жерді көрсететін дуал. Ятимейни. Ол екі бала жетім бала. Фил Мәдина. Екеуі қалада жүр қазір. Кейін олар әкемізден қалған қонысқа барайық да, сол жақтағы жерімізді бір өңдеп алайық деп келеді. Сол келгеніңізде не болады? Вакана тахтаху канзун лахума. Ана дуалдың астын сәл қазырақ қасса, астында қазына жатыр дейді. Сол қазына жатқан жерді көрсетіп қою Алла Тағала маған берген тапсырмасы дейді. Ваястахриджа канзахума бирахматан мин раббик. Раббыңнан болған рахыммен сол қазынаны ертең екеуі шығарып алу үшін дейді. Қараңыздар. Неліктен бұл нәрсе ол екі балаға істеліп жатыр, жетім балаға десеңіз, андай себебі бар екен бұның. Вакана абухума салихан. Екеуінің әкесі салиқалы еді дейді. Көрдіңіз бе? Біз өз жағдайымызды жасап аламыз. Одан кейін балаңдыкін жасайсың, одан кейін немереңдікін жасайсың. Оның бәрі өлшенген дейді Алла Тағала. Түсінбейміз дейді сені. Сен салиқалы бол, еңбегін жаса, балаң балиғатқа толсын, еңбекке шығар. Ол сенің салиқалылығың, әкенің салиқалылығы, ана екі баланың далада қалмас үшін Алла Тағала амалыңызды жоймайды екен, уәдесі ол. Балалары үшін қорыққан әкенің ақиқаты қай жерде десеңіз, салиқалы болуда ғана. Салиқалы болмасақ, тапсыру қиын баланы Аллаға. Түсіндіңіз ғой? Балаңның жағдайы мен жасай берейін дейді ертең. Мәңгімін ғой дейді мен Алла Тағала. Сен өліп қаласың, мен оның жағдайын жасаймын. Сен маған тапсырсашы дейді істі. Естеу керек сізге тапсыру үшін. Я Раббым десең, салиқалы бол дейді. Болды, басқа саған жүктемейміз. Салиқалы болсаң, балалардың жағдайын жасаймыз дейді сенің. Міне, әкесі салиқалы еді дейді екеуінің. Бұл жетім балалар әкесі дүниеден озып кеткеннен кейін екеуі жетім қалған. Сол жаңағы ана дуалдың астындағы өздеріне тиесілі қазынаны шығарып алу үшін сол жерге дуалды мен орнаттым дейді. Енді ей Мұса, сен тыңда. Вама фаалтуху ан амри. Осының бәрін мен өз ісім емес дейді жасағаным. Осы жасағанымның бәрі менің өз ісім емес дейді. Ол Алланың ғана ісі еді дейді. Залика тәуилу ма лам тастиғ алейхи сабра. Сен мүлде шыдай алмаған істердің сыры осы дейді, ей Мұса. Пайғамбарлықтың жаңағы 5-ші жылы, мына жақта Құдай қаласа 23 жылда өз Құран түсіп бітеді. Мына жақта хижраның жаңағы 10-ші жылында Мекке ашылады. 23 жылдан кейін Мекке ашылғалы тұр. Мекке ашылу үшін 23 жылды Алла жоспарға бөлді. Тұрақты жігіттерге, таймайтын жігіттерге пайғамбарымыздың басшылығымен. Пайғамбарымыз тұр десе тұрады, отыр десе отырады. Мынау туралы не айтасыңдар десе, Алла және елшісі жақсырақ біледі дейді. Естідікте бойсындық дейді. Осы жігіттерді анау жаңағы Мекке ашылуға дейін 23 жылға бөлінді. 23 жылдың алғашқы 3 жылы бұларды арқамда Құран аяттарымен пісіру, түнгі намазбен пісіру болды. Одан кейін пайғамбарымыз ашылды. Одан кейін сахабалар ашыла бастады. Одан кейін сынақ кетті. Қараңыз. Ұрыл, қиналу, бірақ Алла қаламайынша ешкім өліп қалмайды. Тек қана Алла қалаған адам ғана өледі. Міне, тағдырдың қандай нәрсесі да. Сонда жаңа қиын, шыдау деген нәрселер, ана Хаббаб ибн Арт келіп, Аллахтың елшісі, осы қашанға дейін созылады мынау деген кезде пайғамбарымыз тұрып айтады: сендерге дейінгі адамдардың біреуін діннен қайтару үшін жерді қазып, денесін соның ішіне көміп, басын жердің бетіне қойып, сосын араны әкеп, ана бір жағынан морально қорқыту, психологиялық атака жасау, күнізба шабуылдау, араны басына қойып, қайтасың ба дініңнен? Қайтпаймын дейтін дейді. Басым екіге бөлініп түседі дейді жерде. Тағы біреуін алып кеп дейді.
темір тұрмақ арқасына қадап, теріні еттен сыпыратын, етіне қадап, етін сүйектен сыпыратын дейді. Соның бәрін істеп атқанда қайтасың ба дініңнен дегенде, қайтпаймын деп өліп кеткен дейді. Сахабалардан бұрынғы замандарда сынақ өте қиын болған. Қиын болған өте. Енді сахабаларға келіп атқан нәрседе сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, әлі көресіңдер дейді. Сана деген қаладан Йеменнің астанасы Хадрамаут деген жерге дейін бір жолаушының кетіп баратқанын көздеріңмен көресіңдер дейді әлі. Алладан басқа ешкімнен қорықпай кетіп барататын бейбітшілік келеді дейді. Қараңыз. Дін сондай аман болады. Қойшы тек қана қасқырдан қорқатын болады дейді қой үшін. Басқа қорқатын нәрсе болатын болады дейді. Сол жағдай жасады ғой Алла Тағала Меккенің айналасына. Бірақ оған ол болу үшін жүзеге мына нәрсенің бәрі алғы шарттар. Бұларсыз ол болмайды. Мысалы бізде дәретсіз намазға кіре алмайсың, ал шарты. Сол сияқты ана тыныштық, тұрақтылық келмейді, мына кезеңдерден өтіп бермейінше. Бұл Алланың даналығы еді. Енді сол қиыншылық келіп атқан кезде Алла Тағала сәл жеңілдетеді, рұқсат береді. Рұқсат беріп, Эфиопияға қарай көшуге. Эфиопияға қарай көшуге рұқсат береді шариғат. Пайғамбар көшу кезінде, құрметті жамағат, маңызды нәрсе, Эфиопияға көшкенде ол жанды сақтау деген нәрсе бар. Бірақ мынандай қызық. Жанды дін үшін сақтау. Жаның көшеді, жандағы дініңді сақтау үшін. Қай нәрсе құнды болып тұр, қараңыз. Құр жанды сақтау деген нәрсе болады. Мысалы, біреу жан сақтау үшін жандай сатқын болып кетуі де мүмкін. Болды ғой тарихта ондай нәрселер. Бір жерде жанды сақтайсың, ана бойыңдағы дінді сақтау. Дінді сақтау үшін да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына жақта тарихта нені үйретіп жатыр. Біз көшпейміз ешқайда. Пайғамбар көшпейді. Ол өткен ақиқаттың өзегі. Кешегі жаңағы Билал көшпейді дегендей мәселе. Сағат ибн Уаққас көшпейді дегендей. Көрдіңіз ғой? Жаңағы Абу Бакр көшпейді. Осындай көшпейтіндер, мысалы Хаббаб ибн Ард көшкен жоқ, қандай таяқ жеп жатса да. Өйткені бұлар алды. Соққыны біз өзімізге қарай аламыз. Жартысы көшуге рұқсат етеді. Күллісіне көш кету болмайды. Күллісі көшетін хижрат ол үлкен дәрежедегі абыройлы хижрат болады. Ол Меккеге көшетін кезде. Оның мақсаты мүлде бөлек. Ол мақсат мүлде бөлек. Ал дінді сақтау мәселесінде де, сол кезінде бізде 1730 жылдары Ресейдегі Анна Яновна, ана Әбілхайыр ханмен келісім жазған кезде, Әбілхайыр мына жақтағы хан неден қорықты? Жоңғарлар недерден, мысалы. Сондықтан бағанаға христиандар кішкене жақынырақ қой деген мағынада мына жаққа қарай ұсыныс жасады. Ұсыныс жасалған кезде көретін жағымыз бар, көрмейтін жағымыз бар. Ол насара болып көрініп тұрғанмен, оның артында өте бір үлкен жамандық ойлап тұрғандар болды. Сонда келісім жасалған кезде, келісімде не жасалды? Біз қамқорлықтарыңа кіреміз. Сыртқы мына жақта дұшпан шапқан кезде бізге көмектесесіңдер. Біз сол үшін төлейміз. Бірақ ішкі тәуелсіздік мемлекеттің ісіне, Қазақстанның шаруасына, ісіне, ешқандай нәрсесіне араласпайсыңдар. Келістік. Протекторат деп айтады история тілінде бұл нәрсені. Өзің күллі нәрсең өзіңде сақталады. Тек оның қамқорлығына кіресің, үлкен империя болып тұрғандықтан, ана дұшпандардың бетін қайтару үшін. Жақсы деп бұлар алады да, жаңағы қағазда бодандыққа кірді деп өзгертіп жібереді. Суд прокуратына келеді олар. Біз енді сендерді қорғаймыз, біз сендердің жерлерінде кішкене жұмыс істесек, бір жер жалға берсеңдер, жақсы жер жалға береміз. Енді төлеп жатсың ғой, олар қамқорлық қойып отқандай нәрсе. Қысқа мерзімге жалға алады, ұзақ мерзімге жалға алады. Сөйтіп жылдар өтіп жатыр. 1890 жылдары 160 жылдан кейін, 1730 болса, 160 жылдан кейін толық Ресей империясына еңбеген жеріміз қалмайды Қазақстанда. Қысқа мерзім, ұзақ мерзім, одан кейін жер тартып алады болды. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті ұмыртың деген нәрселер бар ғой. Болды. Кеш біліп, кенже қалып, көп пайдадан жібергені сол емес пе, жермен суын дегендей нәрселер кетеді. Міне сол кезде бізде қазақтар көше бастайды. Сол қазақтардың көшкен хижраты үшін айтып жатырмын. Мына осы хижратпен бірдей мақсатта. Дінді сақтау мақсатында кетеді. Қытайға, Монғолияға, Түркияға, Ауғанстанға, Тәжікстанға, тағы да басқа жақтарға кетеді. Мақсат
дінді, резервті сақта. Қашан бейбітшілік болады, дінмен бірге қайтып келу керексің. Алайда ол жаққа барған кезде бірте жаңа дүние деген нәрселер жеңді, ақсақалдар өздері өз кезеңін атқарып берді, одан кейінгі бала намазсыз қалды. Тек қана дін деген кезде жаңа өзіміздің ұлттық бір кейбір дәстүрлер, ауызша сөздер, сондай нәрселер қалды да, намаз, ораза тағы да басқа нәрселер жұрдай қалдық. Сөйтіп көшіп кеткен жақтардан көбісінде жаңа дінді сақтау деген нәрсе қалмай қалды. Сосын ол уақытша көшу деген, уақытша қоныс аудару деген мәселеде болған, ол қайтып келу керек болған. Көбісі қайта алмай қалды. Өйткені мүдделер пайда болды, жер пайда болды, дүние пайда болды. Міне сол нәрселердің барлығы көп адамдарды қайтармайды осы жаққа көшуіне. Міне сондай құрметті жамағат, мына көшу мәселесінде олар Эфиопияға көшіп барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға Алланың үкіметі жақта боласыңдар, қашан шақырам, қайтып келесіңдер. Сол кезде осы көшу мәселесіне байланысты тағы сахабалардың еңсесін көтеру үшін тағы бір оқиғаны айтады Алла Тағала. Ол қандай оқиға дегенде Зүлқарнайн оқиғасы. Бірінші үңгірдегілерді айтты, бірінші көшесіңдер. Одан кейін көшіп бөтенеліге барған кезде не болып кетті өзі? Не болып кетті өзі демеу үшін Хидр мен Мұсаның қиссасын баяндады. Бер жағы дұрыс көрінбей тұрғанмен, ар жағы жақсылық болады. Шыда, Аллаға сен. Қазір мен саған ғайыпты ашып беремін, алдыңа қалай болатындығын сызбаймын саған. Сен иманмен көру керексің осыны. Сондықтан немен аяқталады бұл пайғамбардың? Қандай нәрсемен аяқталады? Сол аяқталатын нәрсеге нышан, ишарат тастайды қазір, қараңыз. Сонымен Зүлқарнайн оқиғасын әкеледі Алла Тағала, енді қараңыз. Зүлқарнайн, олар сенен Зүлқарнайн туралы сұрайды. Айт оларға, мен сендерге ол жайында біраз естелік айтып берейін. Бағана айттық, Зүлқарнайнның үлкен тарих жатқан. Бірақ Алла Тағала керек қырын береді. Сол қырларына тоқталады. Міне қараңыздар, инна макканна лаху фил арди. Сөзсіз біз Зүлқарнайнға жердің бетінде сондай мүмкіндіктер берген едік дейді. Ва мин кулли шайин сабаба. Берілмеген мүмкіндік жоқ қой. Жердің қай жеріне барам дейді, бара алады. Не істеймін дейді, істей алады. Алла үшін, Алланың жолындағы. Кез келген ұлттың тілін біледі жердің бетіндегі. Өйткені ол барған кезде Алланың сөзін жеткізеді. Былайша айтқан кезде бір тілмен жердің бетіндегі положенияны берген Зүлқарнайнға. Әскер деген қыруар. Пайғамбар, сабыр етсеңдер, осындай жағдайға әкелем деп тұр нәрсте. Нышан жатыр. Осы күнге әкелем мен сендерді деп жатыр да. Фәтбаға сәбәбі. Сөйтіп ол кезекті бір жолына түсті дейді. Хатта изабалаға мағриба шәмси, күн батып бара жатқан бір жерге жеткен кезде уәжада, сол жерде тағырбу фи айнин хамиатин. Қараңғы уақытта жаңа күннің батып бара жатқан кезінде теңіз жаңа қап-қара болып, өзі күн батып бара жатқан кезде теңіздің ішіне кіріп бара жатқан сияқты ғой. Сонда сол пейзажды сөйлеп отыр Алла Тағала. Жаңағы батпақ болған қара батпақтың ішіне батып бара жатқан түнде көрді дейді күнді. Яғни бұл дегені теңізді жерлерге барғандағы. Үш территорияны айтады Алла Тағала, жердің жаңағы үш түрлі несін. Бірінші теңізді жерге барды дейді. Сол жерде бір адамдарды көрді. Адамдарға көрген кезде Зүлқарнайн әскермен келеді, дінге шақырады. Алладан басқа тәңір жоқ. Алланың дінін қабылдаңдар. Біз Зүлқарнайнға тапсырманы былай бергенбіз дейді. Уағызда, насихатта, қара, бақ. Я Зүлқарнайн, ей Зүлқарнайн, имма ан туғазиба. Егер де бойұсынбайтын болса, азаптайсың. Ва имма ан таттахиза фихум хусна. Не өзің оларға қатысты бір жақсы шешіміңді қабылдайсың деп. Сонда Зүлқарнайн айтады, қола амма ман золама. Кімде-кім Алланың хақысына әділетсіздік жасаса, фасауфа нуазибуху. Оны жақында азаптаймыз. Сумма юрадду иля раббихи фаюазибуху азабан нукра. Сосын Раббыстың жердің бетіндегі азаппен аяқталмайды дейді ол. Абу Жафлерге де айтылып отыр бұл нәрсе. Жердің бетіндегі азаппен аяқталмайды жағдайы. Кейін Раббысына қайтарылады да, Раббысы оны аяусыз азаппен азаптайды дейді. Ва амма ман амана ва амила салихан. Ал кімде-кім Аллаға мойындап иман кетірсе, және сол иманның талабына сай салихалы амалдарды істесе, фалаху жазаан ал-хусна. Онда оның жарылқауы жәннат дейді.
жақсы жарылқау болады оған. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Сондай-ақ біз Зүлқарнайынның ойлаңыз положениедағы сұсты ғой, енді аның қасында бетіне қарай алмайсың. Бірақ кім иман келтірсе, біз оған жылы сөйлейміз дейді Зүлқарнайын. Біз оған жақсы сөйлейміз арқасына қағып. Саған жәннат болады иншалла. Басқа сөз айтпаймыз дейді ашыққа. Жеңіл сөздерді айтамыз дейді оған. Ал енді кім Алланы мойындамаса, онымен ісіміз басқаша болады дейді. Сөйтіп теңіз жағалауында өмір сүріп жатқан елдерді жөндеп қайтты. Одан кейін Сумма атбаға сабаба, кейін келесі жолға шықты. Хатта иза балаға матлиға шамси, күн шығып келе жатқан жерге қарай жеткен кезде, ваджадаха татлуғу ала қаумин, лам наджғал лахум мин дунихама ситро дейді. Сөйтіп күн шығып келе жатқан кезде шөл даланы келтіріп жатыр енді. Күн шығып келе жатқан кезде сол елде бір адамдарды тапты. Шөл далада өмір сүретіндер, көшпенділер, тағы да басқа нәрсе. Күннен басқа, күннен бүркейтін перделері жоқ еді дейді оларды. Яғни таулы емес, не емес, шөл далаларға барып, о жақты да жүнге салған екен. Келесі аятына қарасаңыздар, казалика, дәл солай істеді, алдыңғы қауыммен істеген дейді. Барат, Алланың сөзін ұсынады, сол жерде жаңағы ұсынғандарды көтеріп кетеді, болды. Сол жерде өздеріне тапсырып әдеулеп кетеді. Бой ұсынбағандарды әскер азап қисылады. Алланың берген тәлім-тәрбиесі сондай оған. Сондай-ақ сендер ойламаңдар, ол Зүлқарнайын өз бетімен жүрді деп. Вақот ахатна бималадайхи хубра. Оның күллі істеп жатқан шаруалары, істері, әскері жайында барлық жағдайынан біз хабардар едік дейді. Яғни күллі нәрсені біздің білімімізбен істеп жатқан дейді. Бұл да жаңағы Хидр сияқты екінші құл. Алла Тағаланың әмірін істеп жүрген. Сумма атбаға сабаба, сосын үшінші жолға шықты дейді. Хатта иза балаға байна саддайни, екі таудың ортасына жетті. Енді таулы мекендерге келді. Түркі деген жалпы ортақ не ғой енді? Ата жаңағы түркілер мекендеген жер ғой. Сол жерге кеп қалған. Тәфсір кітаптарында солай деп айтылады. Екі таудың ортасына жетті. Ваджада мин дунихима қауман ла якадуна яфқахуна қаула. Сөйтіп ол жерде бір адамдарды халықты көрді дейді. Ол халықтың сөзін ешкім түсіне алмайды дейді оны. Мүмкін емес дейді ана тілді түсіну. Зүлқарнайын түсінеді. Өйткені Алла Тағала күллі мүмкіндікті берді. Олар не деді? Олар салиқалы ел еді. Олар Аллаға құлшылық жасап жатқан, дұрыс құлшылық жасап жатқан жолда еді. Олар бір нәрсені өтінді Зүлқарнайыннан. Қолу, айтты дейді, ей Зүлқарнайын, расында ана Яъжуж бен Маъжуж, Яъжуж руы мен Маъжуж руының адамдары, Адам алейхиссаламның Яфис деген үшінші баласы болса, Сам, Хам, Самнан мысалы арабтар, жаңағы батыстықтар бәрі сол жақтан тарағандай, Хамнан мысалы парсылықтар, тағы да басқа елдер, үшіншісі Яфистен түркілер тараған дейді. Сол түркілермен бірге мына жағы Яъжуж, Маъжуж негізі жақын келеміз негізі түркілер. Яъжуж, Маъжужтар жердің бетінде бүлік жасап жатыр. Мүмкін емес дейді, ешкімге күн көрсетпей келе жатыр. Фахал нажғалу лака хараджан ала ан тажғала байнана ва байнакум садда. Ей Зүлқарнайын, біз саған салық төлейік. Тек мына бізге көмектесші. Мына мүлде күшіміз жетпейтін алар. Неше түрлі бүлік істеп кетеді үстімізге. Яъжуж мен Маъжуждан мүлде құтқаратындай бір бөгет жасашы деп. Біз салық берейік деп айтыды. Сонда Зүлқарнайын айтады. Қола ма маккания фихи робби хойрун. Сендердің бергелі тұрған салықтарыңнан, Раббымның маған берген мүмкіндіктері қанша есе қайырлы дейді. Мен ешбір істі ақы үшін істемеймін, Алла үшін істеймін дейді. Қарасыр. Сол Алланың ісін істеу үшін, Алланың сөзін жеткізу үшін жүрмін дейді жердің бетінде. Ешбір жерге барып, елге барып жақсылық істеймін бе, мен оны ақы үшін істемеймін дейді оны. Алла Тағала үшін істеймін дейді. Алланың маған бергені сендердің бергелі тұрғандарыңнан хайырлы дейді. Сендер одан да маған жәрдем беріңдер. Беқувватин, қол күшімен. Еңбекке кірісіңдер онда. Көмектесіңдер маған. Аджғал байнакума байнахум радба. Мен сендермен оларды сендерге қарай өткізбейтіндей ана екі таудың жотаның арасына бөгет салайын дейді. Бөгет тұрғызайын дейді, құрылыс тұрғызайын дейді. Мысалы, тау жақтан жаңағы суды қайтару үшін плотиналар салынады ғой.
платинаны да бөгеттейді, ол суды бөгелейді, а мынау Яжуж Мажуждың өтіп кетуден бөгелейді. Ал енді жұмысқа кірісейік. Атуни зубар аль-хадиди. Маған ең әуелі темірдің кесектерін әкеңдер дейді. Темір деген енді ана жақта көп. Өйткені мынау аяттың несіне байланысты. Сөйтіп темірлерді әкеледі, Зұлқарнайн жай қалап жатыр темірлерді. Бір-біріне қарай кіргізеді, плиткалап, кірпіштеп, бүйтіп, жаңа бөгетті формасын жасайды бірінші. Формасын жасайды. Сол темірден қалап болғаннан кейін хатта иза сава байна сотфайни, міне екі жотаның арасын, мен екі таудың арасын толтырдым. Яжуж Мажуж ана жақта астында. Ана таудың астында өмір сүріп жатқан адамдар ғой, астыңғы жағында. Сол жақтан шығады да жердің бетіне бүлік жасайды да қайтадан кіріп кетеді. Бүлік жасайды да қайтадан кіріп кетеді. Міне сол жерде темірмен толтырғаннан кейін толық. Ал енді мен толтырып болдым. Унфуху. Ал енді жаңағы от жағыңдарда темірге қарай отты үрлейік. Сөйтіп отты темірдің күллісіне от әкеледі салады. Анау қып-қызыл болып қызады темір. Темір углеродпен араласқаннан кейін өз қосындысы химияда сталь деген ұғым пайда болады. Ана қатты темір, ана қылыштарды нені жасайды. Жүз қайтпайды. Сол нәрсені ерітіп ана қып-қызыл от болған кезде хатта иза жаалаху наран қола атуни, енді алып келіңдер маған уфри алейхи қитран, ана еріген мысты дейді. Еріген мысты әкеледі. Химияны көрсетіп жатыр ғой нәрде. Зұлқарнайнға ата химияны үйретіп тастаған. Білім бар. Жаңағы мысты әкеледі да мысты құяды анаған. Мыс араларына түгел нәрсеге құйылған кезде анау ешқашан шірмейтін нәрсеге айналады екен. Көрме, қазір енді химиялар істеп көрсе болады. Коррозия аламайды ананы. Шіру деген нәрсе, үгітілу деген нәрсеге мүлде жақындамайды. Сондай нәрсемен жауып тастаған кезде солар тарапында болған бір топ нелер шығып кетті дейді хадисте. Ол енді олардан емес, бір артына еріп жүрген. Барлығы бір атаның нелері ғой енді. Іштеріндегі Яжуж Мажуж бір рулар. Сол кезде сол жаңағы неге кірмей қалғандар түркілер деп айтқан риуаяттар бар. Турику, жаңағы тарака деген естік өзі қамалмай Алла Тағаланың рахымына бөленіп қалғандар. Мына жаққа. Көрді, ол рухани күш болды. Өйткені кезінде араб халифатының өзінің мысаланы қорғау үшін Мысырда осы жақтан қыпшақтарды алып кететін. Қыпшақтарды тәрбиелеуге алып кетіп, бейбарыстарды, құтыздарды сол үшін алып кеткен кезінде. Мықты жігіттер шыққан. Соқтан рух, сондай жауынгерлік рух жақтары сол жағынан ол мықты болған екен. Ал енді жасап болғаннан кейін ол Яжуж Мажуждар ол жерден енді қиямет күніне дейін шыға алмайды дейді. Не бер қарай аса алмайды, не оны тес алмайды дейді. Не бұл атаған ақиқаты болып отқан. Сосын Зұлқарнайн айтты жасап болғаннан кейін күллі нәрсе қайтаран тұлғамен байланыстырмау керек. Айтады: "Қоля хаза рахматун мин рабби." Мына жасағанының бәрі Раббымның рахымы ғана. Алланы дәріптеңдер. Алланы пәктеңдер. Қашан платинаны көресіңдер, әрдайым көздеріңе көрінген кезде, Яжуж Мажуждан құтылып қалдық қой. Мынау не деген керемет, Алланы айтыңдар, мен айтпаңдар, нөл болайын дейді. Міне, атын атамаңдар. Мынау Раббыңның рахымынан. Ал енді сол Раббыларының әмірі келген күні, яғни қиямет, Раббың бұны күл талқан қылады да атып шығады дейді алар жердің астынан. Міне содан кейінгі келесі аятында қараңыздар. Сол күні олар атып шыққан кезде қоя береміз дейді оларда. Таракна деген етістік шығып жатыр, не көрдіңіз бе? Не қоя береміз олар дейді. Сол жерде қоя беріп, бағдухум яумайзин ямуджу фи бағдин. Бір-бірінің үстінен секіріп, мына жердің бәрін әкеліп толтырады дейді. Ағаш десе ағаш, жаңағы теңіз десе теңіз қалмайды, адам десе адам қалмайды, жануардың қасынан десе жануар қалмайды. Күллісі жаңағы осы нәрсеге қоя береміз дейді. Бұл қияметтің алдындағы болғалы тұрған нәрсе. Сосын сырға үрлейміз де сендердің барлықтарыңызды алдымызға жиып әкелеміз дейді. Міне осы үш нәрседе, құрметті жамағат, үш оқиғада, осы оқиғадан кейін пайғамбарымыз сахабаларға көшіңдер деп айтып, ең бірінші 11 адам және 4 әйел көшкен. Тек солардың жаңа бір аттарын айтып кетсек, кейбіреуінің бұл Осман ибн Аффан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Рухайя деген қызына сол кезде үйленген. Осман ибн Аффан Рухайямен бірге көшеді, отбасы ретінде. Одан кейін Абу Салама және Умму Салама екінші отбасы көшеді.
жаңағы Абу Хузейфа ибн Утба ибн Робиға деген кісі көшеді, және әйелі Сахила деген әйелі көшеді. Одан кейін кім көшеді бізде? Зубайр ибн Ауам, оны білесіздер. Абдурахман ибн Ауф көшеді. Сахил ибн Дия деген кісі көшеді. Сосын тағы да Абу Сабра деген сахаба көшеді, әйелі Умму Кульсум, ол жаңағы Сахиланың туған әпкесі болады. Абу Робиға деген кісі көшеді, ол кісінің әйелі Ләйла. Сонда ер адамдар, әйел адамдар 11 ел, 11 әйел, жаңағы 4 әйел, осы бәріміз көшкеніміз. Қалтамызда 15 динар болатын дейді. 15 динар болатын. Сөйтіп жаңағы біз со жаққа қарай теңіздің, Қызыл теңіз жағалауына жетіп үлгердік. Ақырын сытылып үйімізден шықтық. Біз тура барған кезде аталы 2 кемені әкеп қойыпты дейді. Жаңағы жүргелі тұр екен, үстінде орын бар екен, соған міне қайдық дейді. Жағдайды қалай реттеп жатыр? Өмір реальный болу үшін. Сөйтіп кеменің үстіне міндік, жарты динардан төледік та Эфиопияға бардық. Эфиопияға барған кезде со жақта бір қоныс теуіп, дініміз аман болды дейді. Кешегі қиыншылықтың бәрі артта қалды. Сөйтіп Алла Тағала бізді бұл неден уақытша құтқарды да, біз пайғамбарымыздың әмірін со жақта күте бердік дейді. Мен сондықтан бұның ары қарайғы оқиғасына келеміз, тек бір хадисті ғана айтқым келіп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Зүлқарнайнның оқиғасымен байланысты мұсылмандарға беріп жатқан жаңағы несі, сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла ябқа аля зохри арди бейтун мадарин вала вабарин». Әлі дейді сахабаларым, жердің бетінде әлі бір үй қалмайды, балшықтан тұрғызылған ба? Вала вабарин, киізден тұрғызылған ба? Кигіз үй. Киізден тұрғызылған ба? Илля адхалахуллаху калиматал ислам. Алла Тағаланың ол үйге ислам деген сөзді кіргізбейтін дейді. Бір үй қалмайды дейді жердің бетінде. Мына күн жердің қай жерін қамтыса, сол жердің барлығына бұл ислам барады. Сол кезде кім оны қабылдаса, абыроймен Алла оның абыройын көтереді. Кім оны қабылдамаса, Алла оны абыройдан айырады дегендей. Міне бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін тарихта өздеріңіз білесіздер, қалай дүрілдеген, алайда естістікте бойсұндық деген нәрселер әлсіреп кеткен кездерде жаңағы басқалар күшейеді, мұсылмандар кішкене жағдайлары қиын болып қалады. Бұл енді тарихи жаңалатылған заңдылықтары, одан кейінгі оқиғаларға келесі Құдай қаласа тоқталамыз иншалла. Бұл енді тарихи жаңалатылған заңдылықтары, одан кейінгі оқиғаларға келесі Құдай қаласа тоқталамыз иншалла. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.